44-ші препарат ішкі құлақ иірімі, бояуы гематоксин ниацин. Біз препаратта ең алдымен осы бөлікті көздеп аламыз, және оның үстінде бізде осы бөлік көрінетін болады, осы құрылымды. Енді бізде силабус бойынша ажырататын болсақ, онда ең алдымен бізде бірінші болып берілген сүйек қуысы иірімінің қабаты. Мұның бәрі иірімнің қабаты болады. Одан кейін бізде жарғақ қуысы. Мына екеуі жарғақ қуысы, ал оны бөліп тұратын бізде вестибулярлы жарғақ. Және бізде тимпанальды мембрананы ажыратамыз, 5-шіде санмен белгіленіп тұрған. Одан кейін бізде тамырлы жолақты иірімді сіңір. Бұл жерде бізде тамырлысы мына қанық фиолетімен көрініп тұрған. Одан кейін соның сыртқы бөлігінде жолақты иірімді сіңір болады. Одан кейін бізде иірімді денені үлкен ұлғайтқышпен қараған кезде сыртқы бағаналы мембрана, сыртқы бағаналы клетка және ішкі бағаналы клетка. Олардың қалай ажырату керек? Яғни бізде мына иірімді мембранаға ішкі жағына қарап тұрғандарымыз ішкі клеткалар деп, ал оған қарама-қарсы қарап тұрғандарымыз сыртқы клеткалар деп ажырататын боламыз. Одан кейін бізде ішпен белгіленіп тұрған бұл сыртқы түкті клетка, ішкі түкті клетка, сыртқы тіректік, сыртқы шекаралық, сыртқы сүйемелдеуші клетка, ішкі сүйемелдеуші клетка. Және 9 жамылғы мембрана.